Достар, менің қазақша каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдауларыңызды сұраймын. Нұрдәулет өте сымбатты, көп қыздың арманына айналған сері жігіт. Ес білгелі қиындықтан көз ашпай келе жатса да, өмірге деген құлшынысы ерекше күшке ие. Әкесі жастайында қаза болған. Анасы Назым жазылмас дертке шалдығып, мүгедек болып жатқанына қаншама жыл өтті. Ер бала болғанына қарамай, үйдің бар шаруасын жасап, анасына күтім жасап, сабағын да үздік оқып жүрді. Оның қыртыс түспеген шалбарына, жағасы кірлемеген ақ жейдесіне қарап, кейбіреулер өзі үшін ұялатын. Тазалыққа жаны құмар, әділдікті сүйіп, Алланың ақ жолынан таймаған жігіттің үнемі жолы болатын. Міне, енді мектебін қызыл дипломға бітіріп, Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы жоғарғы оқу орынға тарих пәні бойынша грантқа ілінді. Жап-жас жігіт анасын арқалап, қалада пәтер жалдап тұрып оқуын оқыды. Назым ауылда төсектен тұра алмай жатқанда көршілері, ағайын туыстары келіп, көңілін аулағандықтан сары уайымға салынбай, көңілі жадырап жүруші еді. Қалаға келгелі бері жалғыздықтан құса болып, денсаулығы күннен күнге нашарлай берді. Сонда да ұлы үшін үнсіз бәріне төзді. Нұрдәулет оқудан тіке үйіне асығып, анасының жағдайын жасап, түн ортасына дейін пәтер ақысын төлеу үшін жұмыс істеп келетін. Түннен таңға дейін сабағын оқып, 1-2 сағат қана көз іліп жүре берді. Ешбір қиындыққа берілмей, үнемі ізденісте жүріп, ерекше шәкірт ретінде көзге түсіп, республика аралық бәйгелерде асығы алшысынан түсіп, қанжығасы майланып жүрді. Үйі толған алғыс хат, оқу оқып ізденісте жүрген жігіттің сана сезімінде махаббатқа орын болған жоқ. Қыз қырғынның бәрі оның соңынан жүрсе де, ешбіріне назар аударған жоқ. 4 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. Жоғарғы оқу орнында қызыл дипломға бітіріп, оқу орнының директоры Нұрдәулетке ұсыныс жасады. Нұрдәулет, сен өте дарынды, ізденімпаз, бір орында тұрмай, үнемі алға қарай жылжитын ерекше шәкірттеріміздің бірісің. Рахмет үлкен, саған айтар ұсынысым бар. Егерде қаласам, біздің жоғарғы оқу орнында жұмысқа орналасып, өзің секілді мықты шәкірттерді оқытуға қалай қарайсың? Расымен бе? Мен әрине келісемін. Ендеше сенен мықты ұстаз шығарына мен сенімдімін. Іске сәт. Рахмет. Нұрдәулет қызыл дипломын анасына көрсетуге, қуанышты жаңалықты жеткізуге асығып, күнделікті жүріп жүрген жол тым ұзап кеткендей болып, үйіне әрең жетті. Төсекте қара терге түсіп, тыпыршылап жатқан анасын көріп, қолындағы дипломын бір шетке лақтыра салды. Манағы қуанышы отқа су құйғандай басылды. Анасының қолынан қысып ұстап, құшағына алып терең күрсіне иіскеді. Анашым, әлемнің бар әтірін алып келсе де, мен үшін бұл иістен басқа хош иіс жоқ. Сіздің құшағыңыздан асқан жылылық жоқ. Бар байлығым өзіңізсіз. Мені байлығымнан айыра көрмеші тәңірім. Балам, Аллаға мың шүкір осы күнге жеткізгеніне. Балам, дипломын алғанша жанымды ала көрмеші. Мен үшін оқуын тастап ауылда қалып қоймасын. Оқуын аяқтағанша жанымды қанша қинасан да төземін. Тек жүрегімнің соғуын тоқтата көрмеші деп күні-түні жалбарындым ғой. Енді міне дипломын қолында. Ауылға кеттік пе? Мен өз үйімде, өз төсегімде жатып жан тапсырғым келеді. Жоқ, сіз өлмейсіз. Мен оған жол бермеймін. Балам, олай өзіңді қинама. Мен сенің жылағанына төзе алмаймын. Көз жасынды көргім келмейді. Ауылға қайтайықшы. Ағайын туысты соңғы рет көрейінші. Әрине анашым,
Сіз не десеңіз сол болсын. Нұрдәулет дереу жиналып көлік жалдап анасын өз үйіне алып барды. Туыстары жиналып күтіп отырған екен. Балам сіздерге аманат. Балам осы күнге дейін бірде-бір қызға көз қырын салған емес. Өзі жар таңдай алмайтынына сенімдімін. Келіндерім мен сіздерге сенемін. Тәрбиелі, текті жерден шыққан қызға үйлендірерсіңдер. Женше, олай демеңізші. Сіз әлі балаңыздың тойын көріп, немере, шөбере сүйесіз. Иә әпке, олай айтпаңыз. Сіз ертең-ақ аяққа тұрып кетесіз. Мені алдап, өтірік айтудың қажеті жоқ. Балам мен өлген соң мына үйді қаңыратып бос қалдырма. Әкең екеуміз осы үйде немерелерімізбен ойнап жүреміз деуші едік. Әкең екеуміз де ол күнге жете алмай арманда кететін болдық. Маған уәде бер, бұл үйді тастап кетуші болма. Жарайды анашым, ешқайда кетпеймін, осында тұратын боламын, уәде беремін. Үнемі жігіттің екі сөйлегені өлгені деген ұстаныммен өмір сүретін жігіт анасының қазасынан соң туып өскен ауылында өз үйінде тұрып жатты. Мұхтар Әуезов атындағы жоғарғы оқу орнына жұмысқа шақыртудан бас тартып, өзі оқып білім алған мектепте тарих пәнінің мұғалімі болып жұмысқа орналасты. Шәкірттерін дос бауырдай, қарындасындай көріп, оларға ерекше түрде сабақ өтіп жүрді. Бұл шағын ауылда көпшілік мақта егінімен айналысып күн көреді. Қыркүйек айынан бастап бүкіл бала-шаға оқуды жиыстырып, мақта терімге шығып кетеді. Міне сол кезде Нұрдәулет ашуға булығып, әр оқушысының үйіне жеке-жеке аралап, ата-анасымен тілдесіп қайтты. Бәрінің де айтар жауабы бар. Ертеңнен бастап сабаққа жіберемін дейді де, сол баяғыша 25 оқушының 5-еуі ғана сыныпта отырады. Бірінші тоқсандық аяқталып, қараша айында екінші тоқсан басталды. Күн суытып, мақта терімінің қызуы басылып, оқушылар түгел сыныпқа жиналды. 8-ші сынып оқушылары ағайларының орнынан тік тұрып жылы шыраймен қарсы алды. Алайда Нұрдәулет өз шәкірттеріне ашулы болатын. Сәлеметсіз бе ағай, бізге жаңадан оқушы келді. Сен айтпасан білмейді дейсің бе? Отыр орнына. Кәне, кітап дәптерлеріңді бәрін менің партама келіп қойыңдар. Ағай, не үшін? Бір тоқсан бойы не оқығандарыңды тексеремін. Бірінші тоқсанда өткен кез келген тақырыптан 3 сұрақ қоямын. Үшеуі түгел жауап берсеңдер 5, екеуіне 4, біреуіне 3. Ал мүлдем таппасаңдар журналға 2 қоямын. Ағай, олай болмайды ғой. Мына жерде ненің болатынын, ненің болмайтынын сен маған үйретесің бе? Көп сөзді доғарыңдар. Қане, тез жинаңдар. Оқушылардың еңсесі түсіп бәрі де кітап дәптерін ағайларына тапсырды. Нұрдәулет бір-бірлеп бәрін тақтаға шығарып сұрақ қоя бастады. Өкінішке орай бірде-бір оқушы 3-тік бағадан аса алмады. Мен сендерге сонда бір тоқсан бойы не үйреттім? Ағай, кешіріңіз бізді. Сабаққа келмей, кітап бетін ашпай жүре бересіңдер ме? Кенет жаңадан келген қолаң шашты, бойшаң келген сұлу қыз мұғалімнің сөзін бөліп жіберді. Ағай, сөзіңізді бөлгенім үшін кешірім сұраймын. Бірақ барлығын түгел тақтаға шығардыңыз да мені неге шығармадыңыз? Сен жаңадан келдің емес пе? Иә, келсем не болыпты? Барлық жерде осы оқулық бойынша дәріс жүргізіледі емес пе? Алғашқы күннен-ақ 2 алғың келіп тұрма? Өзіме сенімді болмасам бұлай сөйлемес едім. Ендеше кел, сені де сынап көрейік. Нұрдәулет жаңа шәкіртіне сұрақ қоя бастады. Сыңғырлаған нәзік үнімен сұлу қыз сұрақтарға еш мүдірмей жауап беріп отырды. 3 сұрақ қоямын деген ұстаз жаңа оқушының тапқырлығына тәнті болып, сұрақтарды оқша жаудыра бастады. Жаңа шәкірті де осал жан емес екен. Ешбір сұрақтан сүрінген жоқ. Сенің есімің кім? Айзере, есімін әдемі екен. Сенің тапқырлығына тәнті болдым. Жаңа мен
әлі алда өтілетін тақырыптардан сұрақ қойдым. Иә, білемін, бірақ мен ол тақырыптарды өз бетімше оқып қойғанмын. Қазақстан тарихы сабағын жақсы көретін секілдісін. Мен үшін Қазақстан тарихы тек сабақ, пән емес. Қазақстанның әрбір тұрғынына өз еліміздің осы бейбіт заманға жетер жолында қандай қиындықтарға душар болғанын, өз жанын құрбан еткен ата-бабаларымыз жайлы білу парыз деп білемін. Өз елімнің азаматы ретінде елімнің тарихын білмеу өте ұят іс. Жарайсың, міне нағыз оқушы, нағыз шәкірт, сенің ұстазына алғыс айтамын. Ал мен болсам, сендердей шәкірттерім болғанына ұялып отырмын. Ағай, кешіріңіз бізді. Сол күннен бастап Нұрдәулет Айзереге ерекше көңіл аудара бастады. Ол жайлы сұрастырып, ақпарат жинап жүрді. Ауылға тұрмысқа шыққан әпкесіне көмектесу үшін қаладан келгенін білді. Айзере мектептің үздік оқушыларының бірі болып, әрбір іс-шарада белсенді рөл атқарып жүрді. Мектептің атынан сайыстарға түсіп, жүлделі орындар алып жүрді. Нұрдәулет тарих пәні бойынша Айзерені сайысқа дайындап, аудан, облыстық сайыстарға бірге апарып әкеліп жүрді. Тек оқуда ғана озат емес, мерекелік іс-шараларда ән айтып, би билейтін бойжеткенге жігіт атаулының бәрі де ғашық еді. Соңынан қалмай үнемі қырындап жүретін. Бірде Нұрдәулет ер мұғалімдермен бірге сыртта әңгімелесіп тұрған еді. Айзеренің артынан еріп қырындап жүрген бірнеше жігітке көзі түсті. Көз алмай сол жаққа қараумен болды. Жігіттерден әбден мезі болып, ығыры шыққан қыз кенет тоқтай қалып, ыржыңдап аузына келгенінде айтып, жүрген жігіттің жағынан айналып, секіріп теуіп жіберді. Тап бір үнді киносындағыдай жігіт байғұс 2 метр жерге ұшып түсті. Жұрттың бәрі Айзерені қоршап жинала қалды. Айзере, сенің мұның не? Біз сені үздік, тәрбиелі оқушы санап жүрсек, иә, не болыпты? Үздік болсам сонда жеке басыма тиісіп, әке-шешемді мазақ еткен жігіттің үнін өшірмеуім керек пе? Бұндайлардың аузы тек осылай ғана жабылады. Кенет бәрі бірден тырқылдап күле бастады. Айзере не болғанын түсіне алмай үсті-басына көз жүгіртіп еді. Белдемшесінің арты беліне дейін айырылып, жыртылып кеткенін байқады. Жұрт күлуін тоқтатар емес. Нұрдәулет жүгіре топтың ортасына кіріп, костюмін шешіп, қыздың белін айналдыра жауып қойды. Болды, жетер енді, бәрін тарандар. Сабақ аяқталса үйлеріне қайтыңдар. Ағай, мені бұл жерден алып кетіңізші. Жүре ғой. Нұрдәулет қызды жетектеп, мектептен сәл ары орналасқан шағын саябаққа апарып, екеуі орындыққа жайғасты. Шәкірті иығына басын қойып, өкіріп жылағанда Нұрдәулеттің бойын ерекше сезім билеп алды. Қызды құшағына қатты қысып жұбатқысы келген. Алайда жан-жағы толған адам болған соң ыңғайсызданды. Оның үстіне қызды өсекке қалдырып, жанының одан әрі қинала түскенін қаламады. Айзерені күлдіріп, әртүрлі қылықтар істеп, оның қуанғанына өзі де қосыла қуанып, екеуі бірер сағаттай отырды. Ағай, сізге көп рахмет. Мен сенен қорқайын дедім ғой. Жанағы тебуді сен түгілі мен білмеймін. Оны қайдан үйренгенсің? Карате мен таэквондоға қатысқанмын. Мәссаған, мені тағы да таң қалдырдың. Мұның бәріне қалай үлгересің? Анам бізді солай жан-жақты тәрбиелеген. Қыз бала өзін қорғай алуы керек деп спортпен шұғылданғанымды қалады. Анан өте керемет жан екен. Иә, анамды сағындым. Мен де қатты сағындым. Анаңыз мұндай емес пе? Жоқ, ол кісі өмірден озған. Иманы жолдас болсын. Әумин. Жүр, сені үйіне дейін шығарып салайын. Ертеңіне-ақ бүкіл ауыл шәкірт пен ұстазды бір-біріне қосып, екеуін қыз бет жігіт деп шуылдай бастады.
Екеуінің арасы 10 жас. Жұрт екеуін саябақта кездесті, сүйісті, құшақтасты деп болмаған нәрселерді болды етіп айтып шулап жүрді. Нұрдәулет өзінен бұрын Айзере үшін қатты алаңдай бастады. Сол сыныпқа сабағы басталар сәтті асыға күтті. Сыныпқа кірген бойда Айзерені орындығы бос тұрғанын байқап көңілі алабұртып қалды. Айзеренің жақын араласатын құрбысынан ол жайлы сұрастыра бастады. Айзере неге сабаққа келмеді? Білмеймін ағай. Сен оның үйін білесің бе? Иә, білемін. Маған түсіндіріп айта аласың ба? Нұрдәулет шәкіртін іздеп әпкесінің тұрып жатқан үйіне барды. Қарақшы ұқсап сол манда торуылдап жүрді. Бір сәтте көрші үйден кішкентай қыз көшеге шықты. Нұрдәулет әлгі қызға дүкеннен шоколад алып беріп, Айзереге барып оны сыртқа шақырып шығуын өтінді. Уақыт көп өтпей Айзеренің орнына әпкесі шықты. Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Айзерені неге сабаққа жібермей жүрсіз? Осының бәріне сіз кінәлісіз. Жұрт сіңілім екеуіңіз жайлы түрлі өсек айтуда. Сіздің кесіріңізден сіңілім екеуміз қарабет болдық. Ол енді ол мектепке бармайды. Бармаған қалай? Тоқтаңызшы. Әпкесі Нұрдәулетті тыңдамай үйіне кіріп кетті. Нұрдәулет сұрастыра келе Айзеренің көрші ауылдағы мектепке ауысқанын естіді. Бірден өз мектебінен жұмыстан шығып, Айзере оқып жүрген мектепке жұмысқа орналасуға өтініш білдірді. Мұндай білікті маманнан айырылып қалғысы келмеген мектеп басшысы бірден ұсынысты қабыл алды. Осылайша махаббаттан есінен айырылған ұстаз өзінің не істеп жүргенін аңғара алмастай күй кешіп жүрді. Айзере үнемі ұстазынан қашқақтап бойын аулақ ұстауға тырысып ақ жүрді. Бірақ та Нұрдәулет оның қыр соңынан қалмай жүрді. Нұрдәулет өзінің ғашық болып қалғанын және де сүйіктісін көрмесе бір сәтке де тұра алмайтынын түсінді. Бірақ сүйіктісіне жақындаған сайын Айзеренің жаны қинала түсті. Өйткені әпке жездесі кейде сабаққа жібермей, ешбір үйірме қосымша сабақтарға қатыстырмай қойды. Сүйгенінің нұрлы жүзін бір көргенді қанағат тұтып үнсіз ғана алыстан бақылап жүрді. Оның әрбір жетістігіне қосыла қуанып, оған қырындаған жігіттердің құлағын бұрап, қызғыштай қорғап жүрді. Күнде кешкісін Айзеренің үй жағына барып, сыңғырлаған үнін естіп, нұрлы жанарына тамсанып жүрді. Сөйтіп жүріп, Айзеренің жездесіне ұсталып қалды. Ей сүмелек, неге менің үйімнің маңынан кетпейсің? Саған өзі не керек? Кіп-кішкентай қызда не шаруам бар? Ол әлі махаббат не екенін білмейді. Мен оған ессіз ғашықпын, оны сүйемін. Ол әлі бала ғой, білемін. Соны білген соң одан алшақ жүрмін. Оған ешбір зиян тигізер ойым жоқ. Тек оны көрмесем, дауысын естімесем, жүрегім жай таппайды, көзім ілінбейді. Сенде менің шаруам жоқ, бірақ балдызымның бір тал шашы түссе де, мен сенен көремін, және де сені аямаймын. Уайымдама, мен де оған ешкімнің саусағының ұшында тигіздірмеймін. Тен-тенімен, тезек қабымен деген өрімдей жас қызға көз салмай, өз теніңді тапсаншы. Жүрегіме әмір жүрмесе қайтейін, өзгеге көңіл бұра алар емеспін. Көзден кетсе, көңілден де кетеді деп айтып жатады ғой. Мүмкін мектепті тамамдап, жоғарғы оқу орынға түссе, сол кезде ұмытармын. Ал оған дейін осылай сыртынан ғашық болып, оған қамқор болуыма рұқсатыңды бер. Ех, Нұреке, сені түсініп ақтырмын ғой. Мен де еркекпін, мен де махаббат атты шоқтың үстінен жүріп өткенмін. Жаныңды өртеп, азапқа салатынын да білемін. Егер де ағасындай қамқор боламын десең, ендеше үйіме жүр, қонағым бол. Рас айтып тұрсың ба? Иә, тек бір ғана шартым бар. Иә, мен бәріне дайынмын. Әр күн сайын менің үйімді
қарауылдауды қоясын. Тек аптасына бір күн ғана үйіме қонақ болып тұрасың. Онда да балдызыма ессіз ғашық ретінде емес, менің досым ретінде. Жарайды досым. Айзеренің жездесі Еркін өте түсінігі мол, көңілі кең жігіттің сұлтаны. Нұрдәулетті өзіне дос санап үйіне қонақ етті. Нұрдәулет Айзеремен қоса Еркіннің ұл қыздарының сабақтарына көмектесіп, білмеген жерлерін түсіндіріп жүрді. Жап-жас қыздың қамыр жайып, тошпара түйгенін көрген Нұрдәулеттің ғашықтық сезімі арта түсті. Нұрдәулет пен Еркін бауырлардай бір-біріне жақын болып кетті. Нұрдәулеттің сезімінің шынайылығына, сіңлісіне деген құрметін көрген Арайлым оны ерекше сыйлап, келген сайын құдайындай сыйлап жүрді. Бұрынғыдай сіңлісіне одан аулақ жүр, оған сөйлеуші болма, алыстан көрсең дереу тұра қаш деп айтуын тоқтатты. Керісінше сіңлісінің де көңілінде ұстазына деген ғашықтық сезімі барын байқап, іштей олар үшін қуанып, бақыт тілеп жүрді. Уақыт осылай өте берді. Айзере 11-ші сыныпты аяқтауға шақ қалды. Мектеп бітірер кез жақындаған сайын көңілі құлазып, әр түн сайын көрпенің астына тығылып жылайтын әдет шығарды. Әпкесі сіңлісінің жан күйзелісін байқап, онымен бірнеше рет сырласқысы келсе де, Айзере бой бермей, ығына көнбей, ештеңе айтпай қойды. Сіңлісінің жаны қиналып жүргеніне төзе алмаған Арайлым оны бөлмеге қамап әбден ұрыса бастады. Мұның не сенің? Саған не болды? Неге маған ештеңе айтпайсың? Ештеңе болған жоқ. Онда неге жылап жүрсің? Мен бәрінен шаршадым. Сезімімді жасырудан, тығылып жылаудан шаршадым. Мен ешкімнен ештеңе жасырмай, тығылмай, еркін өмір сүргім келеді. Нені жасырып, кімнен тығылып жүрсің? Әпке, мен одан алыста өмір сүре алмаймын. Тек оның жанында ғана өзімді ерекше бақытты сезінемін. Оны көрмесен бір сәтте тұра алмаймын. Онсыз маған күн жоқ. Ол болса мені тек шәкірті ретінде ғана жақсы көреді. Жездемнің досы болған соң мені қарындасы санайды. Ал мен болсам оған ессіз ғашықпын. Не айтып тұрсың? Кімге ғашықсың? Нұрдәулет ұстазға. Жаным-ау, ол сенен 10 жасқа үлкен ғой. Оның үстіне бұл сезімін бала махаббат емес пе? Қалаға оқуға түсесің, жаңа орта, жаңа достар табасың. Жоқ, маған одан өзге қажет емес. Оны қатты сүйесің бе? Қашаннан бері сүйесің? Алғаш көрген кезден бері 3 жыл бойы оны ойламай көз ілген емеспін. Оған деген сезімін өзгермейтініне сенімдісің бе? Өзгерсе осы күнге дейін өзгерер еді. Жаным-ау, ол да саған ессіз ғашық. Тек сені қинап жұрттың өсегіне қалдырмау үшін ғана сенен алшақ жүр. Ол алғашында жезденің досы түгілі танысы да болған жоқ. Тек сен үшін екеуі достасып, бауырлардай болып кетті. Рас па? Ол мені сүйеді ме? Иә, жан тәнімен сүйеді. Әпке, оған барсам болады ма? Жоқ, болмайды. Неге әпке? Мен жіберші. Ол өзі саған келеді. Еркін досындай болып кеткен Нұрдәулетке өз ризашылығын беріп, екеуінің кездесіп сөйлесуіне рұқсатын берді. Ұстаз бен шәкірт онаша алғаш рет ғашықтардай кездесіп, сезімдерін ақтарды. Ұстаз, сен әлі де ұстаз деп тұрсың ба? Жаным-ау, жаңа ғана қалай келістік? Атыңызды атауға үйреніскенше уақыт қажет. Жарайды, бір-бірімізге сезімімізді ақтардық. Енді не болмақ? Сен оқуға түсуің керексің. Иә, мен бұл ауылдан кетер болсам, тек сіздің некелі жарыңыз ретінде ғана кетемін. Сізден басқа ешкім де қажет емес. Маған тұрмысқа шығасың ба? Әрине. Соңғы қоңыраудан соң Нұрдәулет келісілген күйде Айзерені алып қашып, ақ бантиктің орнына сүйгеніне ақ орамал тақты. Екі жас бір-бірін сүйіп қосылды.
ешкімнің де қарсылығы болған жоқ. Айзере қалаға жоғарғы оқу орнына грант иегері ретінде оқуға түсті. Бір-бірін шын сүйген, бір-бірінен иланбай сенетін қос ғашыққа ара қашықтық кедергі бола қойған жоқ. 4 жыл бойы сынға түскен сезімдері еш сынақтан мүдірмей өтіп, одан әрі берік бола түсті. 4 жыл бойы күтініп, сақтанып, бала көтермей жүрген Айзере оқуы аяқталған сәтте-ақ дереу жүкті болып, сүйіктісіне шекесі торсықтай ұл сыйлады. Еркін мен Нұрдәулет бір анадан туған бауырлардай етене жақын араласып кетті. Нұрдәулет мектеп директоры болып сайланып, әр бөлінген ақшаны тиынына дейін мектепке жұмсап, білімді шәкірттердің саны арта түсті. Айзере де ұстазы әрі өмірлік серігінің ізбасары болып, мектепке жұмысқа орналасып, тарих пәнінен сабақ етіп, мықты шәкірттер тәрбиелеуде.